Глютенсіз, қантсыз, өте дәмді пирог. Тіркеліп сақтап алыңыз. Рецепті описанияда, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ең бірінші 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Менде S1 жұмыртқасы. Үстіне 82-де 5% сары май, 5% творог. Бұл жерде мен көз мөлшерімен қостым. Сізде весаға салып істесеңіз болады. Блендермен творогты ұсатсаңыз. Үстіне жүгері ұны немесе кәдімгі күріш ұнын қоссаңыз болады. Разрыхлитель және де миксерлейміз. 5-7 минуттай миксерлесеңіз болады. Кейбір жері араласпай қалса, лопаткамен жақсылап араластырып, форманы дайындап, форманың астына әрине күйіп кетпеу үшін пергамент саламыз. Жақсылап пергаментті осы видеодағыдай салып, үстіне салмамызды салып, 180 градуста 20 минутта пісірамыз. Сіздер пирогтың ішіне изюм, грецкий орех салсаңыз да болады. Өзіңізге қандай ұнайды, сондай салыңыз. Және де пісқанын біз шимен тексереміз. Ши дымқыл болмаса, значит пісті. Пештен шыққан пирогымызды суытып аламыз. 10-15 минутта суығаннан кейін жан-жағын пышақпен формадан шығарамыз. Міне біздің глютенсіз пирогымыз дайын. Сіздер оны пропитка жасалмай-ақ жесеңіздер болады. Бірақ та біз отбасымызбен кішкентай балалар болғандықтан кішкене Қазақстан шоколады мен сливкиді араластырып пропитка жасап тәттілеп жедік. Жақсы, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.